Қазақ атам тура тілді тыя алмадым, туғаныма сыя алмадым дейді. Турасын айт, туғаныңа жақпайсың деген сөз ғой енді. Шынында да жақпайсың. Турасын айтпай ақ қою керек па деп ойлайсың кейде. Негіз білгеніңді сөйлеме, не сөйлейтініңді біл дейді ғой. Осы дұрыс негіз. Қай жерде не сөйлеу керек екенін білу керек. Күштеп айта алмаған тілі жоқтың көзін қарға шұқиды деген адам сөйлей білу керек. Мысалы үшін. Тәттіден де тәтті тіл, ащыден де ащы тіл деген. Демек тіліңізді орынды сөйлеп, қолданатын жерде қолданатын болсаңыз, тіліңіз балдай жағуы мүмкін өзіңізге. Ал егер орынды сөйлей алмасаңыз, өз тіліңіздің уына өзіңіз уланып қалуыңыз ықтимал. Сол себепті айтады ғой, ауыздан шыққанша сөзге сіз иесіз, ал ауыздан шыққаннан кейін сөз сізге ие деп. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Аңдамай сөйлеп опық жеп қалудан сақ болыңыздар. Дұрыс сөйлеуді білген жөн, дұрыс сөйлеуді бүгіннен бастаңыз. Қартайған шағыңызда тіліңіз қуатты болсын десеңіз. Аман болыңыздар.